Қош келдің ютубтағы оқырман. Осындай тамаша рейтинговый көйлекті өз қолыңмен тігіп, қызыңды қуант кеттік. Сіздермен бүгін балный спортивный көйлек тігетін боламыз. Купальнигімен и двойная солнышко юбка 2 сонса юбканы біріктіреміз. Двойная солнышко дегенін көрсетіп. Длина юбка 55, өлшеп алдым 55-ті. Мына аралық белді, толық бел айналасын 2-ге бөлес. 48, 48 2-ге бөлдік. 24, 24 2-ге бөлдік. 12 сантиметр мына айнала болу керек. Қазір мен өлшеп алам. 8, ортасынан бөлеміз 4 сантиметр шығарамыз. Осыны бірлестіреміз осылай. Ровно осы айнала бізде 12 сантиметр шығу керек. Ровно 12 сантиметр шықты. Енді длина юбканы өлшеп шығамыз. 55 сантиметр. 50 в готовом виде 5 сантиметр. Етегінде мынандай сеткамен, бұны сетканы материалдың өзімен бірге қайырып тігетін боламыз. 55 сантиметр. Двойная 2 бүктеулі, мына 2 бүктеулі, мына бойы, мына енін 2 бүктеп алдық. На длина 55 в готовом виде мына жерде, на талияныкі болып, половинасында. Тура осыдан тағын бір кесіп аламыз. Қазір белгілеп шығамыз. Бұл бір бетай. Айналтып кесіп алдық. Мына материал өте эластичный. Көрініп тұрған болса, бұл не тігеміз бұдан, купальник тігемізін. Тура осыдан және біреу қақып аламыз. Мына белін кесіп аламыз қазір. И мына бойы болған үшін бойына бір бетін кесіп қоямыз. Мына кестік, бұл бір беті. Двойная солнышко, бұл солнышко, бір сонсаны бір беті болады. Тура солай қылып сызып алдым. 55 өлшеп, мына жеріні 12 сантиметр готовым виде мына айнала болу керек. Сонда 24 болады, 24, 48 болады. Мына айнала 55 сантиметр. Қазір екіншісін қиып алам. Мына айналдырып қиып алдым. Енді ортасын қиятын болам. Думалағым. Белінде резинка болады. Артық болмау керек, бүрме болып қалмау керек, қыздар. Вот талиясын кесіп алдым. Енді бұның да бойы, міне бойы, юбканың бойы, мынау ені. Материалды 2 бүктеп, бір солнышко алып алдық. И второй солнышко, бұл екінші солнышкасы болады. Енді бұның да бір бетін қиятын боламыз. Міне бұл, міне. Бұлай ашамыз. Мына солнышканы қосып, тігетін боламыз. Екі шетін тігеміз. И резина қоямыз. Бұл созылады өзі. Бүйтіп киіп шеше береміз. Купальник қиямыз. Біреуі стойка воротник, біреуі отложной воротник. Нормально болса, екіншісін тоже қиып дайындайтын боламыз. Мен қағаз газетке сызғанда мән бермеңіз. Бұл спинка, арқасында белі мына жерден да, мына жерден да алынады. Өтешке салынбайды бұларды білсеңіз. Бұл алды дайындап аласыз экалаңызды. Қазір қиятын боламыз. Жанынан қалған материал, мына бойы материалдың, мынау ені. Мына материалдың ені, мына бойы. Бұл екі жағына да бірдей созылады, иә. Екі бүктеп аласыз осылай. Бірақ сантиметр запас қоясыз. Бір ғана сантиметр запас қойылады. Желкесіне де, мойнына да и қолтықтарына да 1 сантиметрден артық бұл денесіне өте қатты жабысып тұру керек. Складка болмау керек, потому что бұл балный көйлек. Осыны сызып аламыз. Рекава сызғаныңызда мүлдем артық қоспайсыз, керек емес. Бұған артық ештеңе қосылмайды, тура өзі болу керек. Талиясын белгілеп қоясыз. Сызып алдық. Кнопка қылатын болсаңыз, много добавьте, потом алып тастайсыз. Если бір-біріне өткізетін кнопкамен қадайтын болса, қалдырасыз. Если просто тік тастайтын болса, алып тастайсыз, е. Енді бұны қиып аламыз, бұл алды. Талиясындағы шовты белгілеп аламыз. Талия талияға түсу керек. Алды. Мынандай болып шығады. Купальник өте қысқа, короткий жеңменен қазір астана қиятын боламыз. Ома, тескерісі, киімді тескерісінен қиямыз. Оң бетінен, когда ворысы бар материал болса, ворысы. Тогда сол кезде қиюға болады. Былай қиямыз мына. Өзінің алып тастаған нені замокқа қоямыз. Бұл жер замок қойылады. Тура осыны сызып аласыз. Бұл арты. Уақытынша қосып тұрыңыз, спинкасы. Қиып алатын боламыз. Наталья отметка жасады. Спинку отметка жасайсыз. Алып тастайсыз. Арқасы, вот передний часы. Қазір екі жағын тік приметаға дайындайтын боламыз. И бір ғана жең дайындаймыз. Одна штука бар, чтобы примета жасап көруге. На кусоктардан істей на бойы. Көрінісі бұлай қиылады бәр. Ал ені. Маленький рукава болған екен, мына жерден шығады негізі. Рукавады прямо қолны жабысып тұру керек. 19 айнала екен, плюс 1 сантиметр қосамыз. 20-ны 2-ге бөлсек 10, мен 1 сантиметр запаспен қойып жатырмын, 11-ді белгілеп аласыз. 15 сантиметр, 16 сантиметр несімен длинасын істеп жатырмын, 16, астыны 10 сантиметрді. 10 мен 11-ді біріктіреміз, 6-ды шығардық дейік. И осыны мынаған біріктіреміз да. Осылай. Плавно шамалы көтеріп, и былай алдыны шамалы ойып істейміз. Осыны қиып алатын боламыз. Бір ғана жең істейсіз.
мына центральный жасайсыз, ашасыз, шамалы жоғары жағын дұрыстаймыз. Әні, енді мына бетін дұрыстаймыз. И шамалы алып тастаймыз, оң беті болу үшін. Алды 1,5 сантиметр, 1 сантиметр төменде тұрады мына. Примеркаға дайындаймыз. Рукавасы бірінші дайындап қоямыз. Оңыны бір-біріне қаратып, үлкен шоқтап тігесіз. 1,5 сантиметр алып тастадым. Жең дайын болды. Купальнигін дайындап аламыз. Оңына қоямыз. Головкаға да аламыз. И бұны да үлкен шоқтап тігеміз. 1 сантиметр запас бергенмен сіз 1,5-де тіге беріңіз, кішкене жабысыңқырап тұрған дұрыс. И екінші бетін тоже осылай тігіп аласыз. Вот желкесін тоже тігіп алыңыз. 1 сантиметрде. Дайындап алдық. Екі жағын тіктік, желкесін тіктік, арқасы тігілмейді. Например, можно мына жерін тігіп қоюға, если клиент қаласа, кнопка қалады, или қаласа осылай қалдырады, пока осылай тігіп қоя салайық біз. Купальнигі дайын, бұны киіп көреді, и потом артық жерін аламыз. Жеңі дайын, өзі дайын. Юбкасы екі солнышқа, яғни екі жағын біріктіреміз міне. Екі жағына 1 сантиметрде 3-те тіге беріңіз. Оңына қойып, тігіп шығамыз 1 сантиметрде запаспен тігетін боламыз. Закрепқа береміз, 3-ке қоямыз, и екеуін бірлестіріп тігетін боламыз. И екінші бетін тура солай 1 сантиметр тігіп шығасыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып қойыңыз, боламын. Артық запас шықпайды, бірдей. Вот теперь закрепка бересіз. Примеркаға дайын. Резинканы белінде өлшеп алдым. Резинканы 4 болса 10 қылдым. 2 сантиметр бір-бір. Это шофына, мына резинкамен бірдей қылып, материалды ұзындығын бірдей қылып аласыз. Неғ жағына мынаны қаптап 1 сантиметр түсу керек. Бәрі дұрыс келді, енді готовиться етеміз. Резинкамен бірдей болу керек, қаттығы керегі жоқ. Примерка жасап, өсетін жерін кесіп, дұрыстайтын жерін дұрыстап алдым да. После примерка, міне екіншісін қиып батырым, екі бүктердің бойы. Мына кішкене мынау құйрық жағынан шамалы түсіру керек екен. И астыңғы жағы үске болу керек екен. Қайырлатым кнопкамен істейтін болды, бұл қайырылып тұрады. Мына өтіп тұрады 2 сантиметр. Примеркасын қаламады көрсетуімді. Біреуін қиып аламын, мына біреу. И екі осымен мынау бір купальник, и және бір купальник, екі купальник болады. Біреуі стойка воротник, біреуі отложной воротник. Жеңінде артық жерін алып тастадық. Шамалы ұзын қиып қойдым, потому что су готовый виде жақсы деді, осылай қайырлатым болады. Міне достар, примеркада дайындағандай 1 сантиметрде тігіп аласыз уже. Примеркада кесетін жерін, артық жерін кесіп дайындап алдық. Мына жерде кнопка тұрады, мына жерін ғана тікпейсіз. Екі шетін 1 сантиметрде тігесіз, и желкесін 1 сантиметрде тігесіз. Себебі бұл жерде стойка воротник, мына жерде воротник стойка болады. Тура екіншісінде тура солай жанын тігіп аласыз, бірақ бұның желкесін тікпейсіз. Отложной воротникті қалай қиып, қалай тігу керек екенін көрсететін боламын. Стойка воротникте желке тігіліп өлшенеді, отложной воротникте желкесі тігілмей өлшенеді. Енді 1 сантиметр тіккенімізді оверлок қыламыз. Оверлокты қалай қыламыз? Алды жағынан оверлок қыламыз, үтіктелгенде артқа қайырып тұру керек. Ашық замок қоятын жерін былай оверлок жасап аламыз. Оверлок жасаған екен, мына жерін тігуді көрсететін боламын. Екеуі де тура солай тігіледі. Біреуінің жеңі прямой, жаңа көрсеткенмін, оверлок қыласыз, мына бетін оверлок қылып дайындап аласыз. Екінші жеңі ол сборкамен. Бұны көрсете алмадым. Келесі жолы арнайы осындай үлкен сборкалы жеңді түсіретін боламын. Мына жағына сборка, мына жағына сборка тартатын боласыз. Мына екі шетін ғана оверлок жасайсыз. Бұл мына қолына лайық манжеті. Өз жолын көрсетемін, қию жолы түсіруді ұмытып кетіппін. Мына алдан тұрған болса, артына қаратып, мына оверлок жасап алдым. Осын артқа қаратып үтіктеп шығасыз. Былай әдемілеп тартып, күштірек тіктеп үтіктеп аласыз. Артында просто оверлок қойдым. Желкесінде оверлок жасап қойдым. Головка қадап алдым. И кішкене шамалы тартып, былай бүйтіп дұрыстап аласыз да, и үтіктейтін боласыз. Үтігіміз тазыды. Мынандай цветі өзгерсе, қорықпаңыз, қайтып өзіне келеді. Бұл цветі өзгеріп кеткенде уайымдап қалмаңыз. Бұл түсі өзгергенмен қайтып су салқындаған кезде өзіне қайтып орнына келеді. Кәдімгідей пармен үтіктей бересіз. Міне түсі қайтып орнына келеді, уайымдамаңыз. Енді екінші жағын желкесін полностью үтіктеп алыңыз. Мен полный көрсете алмаймын. Видео өте ұзақ болып кетеді. Купальниктің асты турси жағы, былай екі жағының и мына жағының астында полностью айналдырып оверлок жасап аламыз. И сосын жаңа воротник қоятын отложной воротниктің несі желкесі ашық қалған, оның желкелерін ашық кезде оверлок қыламыз. Бір өздеріне былай и былай.